Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыз 123 сабақ ел ордасы елімнің. Үстеу. Оқушылар, сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазыла кетуді ұмытпаңыздар. Және де келесі сабақты көргілеріңіз келсе, міндетті түрде қоңыраушаны басып, сабақта алғашқылардың бірі болып көріңіздер. Сабағымыздың мақсатына көшейік. Сөйлемдегі қателерді табамын, түзетіп жазамын, үстеулерді ажыратамын және қолданамын. 12-ші жаттығу. Өлеңді тиісті тыныс белгісімен толықтырып жаз. Елордам менің Астана, осында жаңа бастама, сәулетті зәулім үйлер көп, көрікті сондай жас қала. Үстеуді тап, оған сұрақ қой. Бұл жерде үстеу осында, қайда жаңа бастама? Осында. Демек бізде ол мекенін білдіріп тұр екен. Қайда сұрағына жауап болатын үстеулерді мекен үстеулері дейді. Мысалы, жоғары көтерілді, ілгері жүрді. 13-ші жаттығу. Берілген үстеулерді қатыстырып сөйлем құра. Алға, ілгері, төмен, артта. Бекзат алға бір қадам жылжыды. Көлдік әсер дегенде ілгері қозғалды. Үйдің терезесі төмен орналасқан. Мақпал мен Мадина біраз артта келеді. 14-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына төмендегі мекен үстеулерін қойып сөйлемдерді көшіріп жаз. Айбар Нұрсұлтан қаласында. Оның мұнда келгеніне көп болған жоқ. Туған жердің қадірін тысқары жүргенде білерсің. 3-ші. Біз Жолшыбай кітап дүкеніне кірдік. 15-ші жаттығу. Сөйлемдердің қатесін түзеп жаз, үстеулерді тап. Ербол төрде қаннен қаперсіз кітап оқып отыр. Оқушылар кезек-кезек тақпақ айтты. Арай ағылшынша жақсы біледі. Бұл жердегі үстеулер төрде, қайда төрде, мекен үстеу болып тұр. Қаннен қаперсіз, кезек-кезек, жақсы деген үстеулер қалай деген сұраққа жауап беріп тұр. Бұл үстеулер сын қимыл үстеуі болады. Қалай сұрағына жауап болады үстеулерді сын қимыл үстеулер дейді. Мысалы, тез оқиды, ақырын сөйлейді. 16-ші жаттығу. Үстеулерді оқы. Осы үстеулерді білдіретін мағыналарына қарай топтап жаз. Мезгіл үстеуі ілгеріде, күндіз, үнемі, әуелден, әлдеқашан, ежелден, былтыр. Мекен үстеуі мұнда, төмен, тысқары, сонда. Қимылсын үстеуі жол жөнекей, тез, әрең-әрең, қолма-қол деген сөздер жатады. 17-ші жаттығу. Өлеңді оқып жатқа жаз, сын қимыл үстеуін тап. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйренуден балаға. Біздегі сын қимыл үстеуі ақырын, анық. Олар қалай деген сұраққа жауап беріп, қалай бас, анықпас, қалай жүр, ақырын жүр. 18-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Суреттердегі зат атауларының алғашқы әріптерінен мақал құрастырып оқы. Бұл жерде алыс пенен жақынды жортқан білір деген мақал шығады екен. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.